Бұл жұлдыздың аты Апофис. Бұл жер планетасында жақындап келе жатқан жұлдыздардың бірі. Диаметрі 320 метр, салмағы 10 тоннаға жуық, ұзындығы 21 метр. Ғалымдар бұл жұлдызды 2029 жылы жердің қасынан өтетінін айтып отыр. Жерге түсу мүмкіндігі өте аз. Бұл 2% құрайды. Бұл жұлдызды 2018 жылы 5 сәуірде НАСА компаниясы алғаш көрген болатын. Әрине, жерге түссе бұл аса қауіп төндіре қоймайды, бірақ түскен жерге зардап әкелуі ықтимал. Өйткені бұл жұлдыздардың жылдамдығы өте жоғары, 500 метр секундқа жетеді. Ғалымдардың айтуы бойынша Апофис 2029 жылы жерге соқтығысу пайызы 2%-пен жерге соғылмайтын болса, ол қайта айналып келіп, 2069 жылы қайтадан жерге түсу қаупі төнеді. Бірақ ғалымдар бұл жұлдызға ракета бағытын бағыттап, ұсақ бөлшектерге бөлуді де жоспарлаған. Жер мен Апофистің арасындағы қашықтық 31 миллион километр. Бірақ өте жылдамдықпен келе жатқан жұлдызға бұл дымда болмай қалады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып арнаға жазылыңыздар.